Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кәдімгі кафелерде, кофейняларда жасалынатын пончиктардың рецептімен бөлісемін. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, шыққан видеоларымды жіберіп алмаңыз, және де соңына дейін тамашалаңыз. Керек ингредиенттер ол сүт, жұмыртқа, ашытқы, ванильді қант, кәдімгі қант, сары май ерітілген және де ұн керек. Алдымен 250 мл сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Сүт бөлме температурасында тұрса жеткілікті. Оған 2 жұмыртқамызды саламыз. Және де кішкене жұмыртқаны араластырып жібереміз сүтпен. Одан кейін үстіне ерітіліп тұрған 80 грамм сары майымызды қосамыз. Және де 2 түрлі қантымызды, яғни 10 грамм ванильді қант, 80 грамм кәдімгі қант. Және де 10 грамм ашытқымызды салып араластырамыз. Енді осының үстіне 650 грамм ұнымызды салып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Ұнды одан артық салмаңыз, өйткені қамырыңыз қатты болып кетеді. 650 грамм ұн жеткілікті. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерде 2 сағатқа қоямыз, жақсылап 2-3 есе көтерілу керек. Міне қамырымыз жақсы болып көтерілді. Мен ыдысын ауыстырдым. Шын ыдыс кішкене кішірек болып қалғаннан кейін. Енді столдың үстіне шамалы ұн сеуіп, қамырымызды түсіреміз. Және де жан-жағынан ақырын ғана ортаға жинаймыз. Қатты басудың қажеті жоқ. Енді оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Және де қамырды жайған кезде өте жұқа қылып жібермеңіз. Шамамен қалыңдығы 1 сантиметрдей етіп қамырымызды жайып аламыз. Енді осы жайылған қамырымызды осына дөңгелек форманың көмегімен, мен ортасын осына насатканың көмегімен тесіп алдым. Солай пончиктардың формасын келтіріп, барлығын кесіп аламыз. Егер пончиктарды кішірек қып жасағыңыз келсе, кішірек форманы немесе көлемін үлкейтсеңіз де болады. Және де шетінен қалған қамырды тағы да бір рет жайып, тағы да пончик жасауға қолдануға болады. Енді дайын пончиктарымызды міндетті түрде осылай бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Ол жақсылап көтерілу керек. Содан кейін барып ыдысымызға пісіретін майымызды құйып, майды молырақ құйыңыз, пончиктар жақсылап батып тұратындай. Және де пісіріп аламыз. Отты міндетті түрде баяу отқа қойыңыз, себебі отыңыз қатты жоғары болса, пончиктар қып-қызыл болып кетеді де іші піспей қалады. Сондықтан отты кішкене баяу қылып пісіреміз. Дәл осылай барлық пончиктарымызды екі жағынан да қызартып, жақсылап пісіріп дайындап аламыз. Піскен кезде осындай салфетканың үстіне майын барлығын сорықтырып қойып қойыңыз. Осы рецепт бойынша менде 25-26 шақты пончик шықты. Енді оформлениесіне кірісеміз. Ол үшін әртүрлі осындай посыпкаларды қолдансаңыз болады. Және мен осындай крендель печеньесін қолдандым, M&M's тәттілерін. Ол енді өзіңіздің фантазияңызға, қалауыңызға байланысты.
Бетіне глазурь ретінде мен осындай ақ және қара шоколад қолдандым. Бұл жерде Қазақстан және осындай ақ шоколад. Бір плиточный шоколадқа 30-40 мл сұйық май немесе кілегей, яғни сливки қоссаңыз болады. Сұйық май, кілегей егер көп болып кетсе, шоколад өте сұйық болып кетеді және беті бір тегіс болмайды. Сондықтан 30-40 мл жетеді. Енді ары қарай қалай әдемілеуі барлығы өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен осындай жаңа жылдық тематикада жасағым келіп, осындай бұғының формасын келтірдім. Печеньенің және M&M's тәттісінің және де кішкене ақ шоколадты көзі ретінде жасадым. Осындай әдемі бұғыларды жасадым. Ақ шоколадты глазурьдің үстіне посыпкаларды сеуіп, ары қарай қалауыңыз бойынша ақ шоколадқа әртүрлі красительдер қосып неше түрлі түсін шығарсаңыз да болады. Осымен біздің пончиктарымыз дайын. Міндетті түрде глазурь жаққаннан кейін салқын жерде тұру керек, бетіндегілері барлы жақсы болып қату керек. Ортасын қазір көрсетемін. Ортасы өте осындай үлпілдек болады. Қамырының дәмі керемет. Және де сізде арнайы насадка болса, ішіне начинка салуға да болады. Осындай өте оңай жасалатын пончиктармен балаларыңызды, отбасыңызды қуантыңыздар. Сау болыңыздар.